Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Өмірхан Осипова Оразханқызы. 411 топ студенті боламын. Бүгінгі тақырыбымыз гипертониялық криз кезіндегі алғашқы көмек көрсету. Гипертониялық криз дегеніміз бұл артериялық давленияның, яғни артериялық гипертензиясы бар науқастарда қан қысымының шамадан тыс көтеріліп кететін жедел жағдай болып табылады. Бұл кезде артериялық қысымы 180-де 110 немесе 200-де 120 деген сияқты көрсеткіштер көрсетуі мүмкін. Гипертониялық кризисі бар науқастарда негізгі клиникалық көріністер ең әуелімен бас ауыру, әсіресе самай және де маңдай аймақтарында бас ауыру болады. Және де нейровегетативті көріністер, яғни бас айналу, құсу, жүрек айну, сонымен қатар тершеңдік, қолдарының треморы байқалады. Және де ми айналымының бұзылыстары, құлақта шу байқалады, беттің гиперемиясы болуы мүмкін, және көз алдының қарайтуы байқалады. Сонымен қатар артериалды қысымның шамадан тыс жоғарылауы, жүректің қағуы байқалуы мүмкін. Гипертониялық криз кезінде негізгі алғашқы көмек бұл науқасты жартылай отырған қалыпта басын денесіне жоғары қойып, науқасты тыныштандыру керек, және бөлмеге ауаны кіргізу мақсатында желдету үшін есік-терезені ашу керек. Сонымен қатар науқасты қысып тұрған киімдерін босату қажет болады, тыныс алуын жақсарту мақсатында. Сонымен қатар науқастың басына, маңдайына суық компрессор қоямыз, ал аяғына керісінше ыстық компрессор қоюымыз керек болады. Сонымен қатар науқасты тыныштандыруымыз керек, себебі гипертониялығы бар науқастар өте қорқыныш сезімі болатын, үрейленіп отыратын болады. Науқас егер артериалды гипертензиямен ауырып, үнемі тұрақты түрде препараттар қабылдайтын болса, гипертониялық криз кезінде сол препараттардың дозасын жоғарылатамыз дағыны науқасқа береміз. Ал егер науқас ешқандай препарат қабылдамайтын болса, онда ең әуелі 20 мг каптоприл тіл берілу керек. Сәл уақыт өткеннен кейін артериалды гипертензияны өлшейміз, яғни ол 15-20%-ке дейін азаюы мүмкін. Сондай-ақ науқаста нейровегетативті өзгерістер, яғни бас айналуы, құлақтың шыңылдауы сияқты симптомдар әлі толық тоқтамаса, онда біз эуфилин береміз, немесе энолаприлат береміз. Эуфилин 2,4%, 10 мл физрастворда ертіп тамыр ішіне саламыз, ал энолаприлат бұл 0,125%, 10 мл физрастворда ертіп внутривенно қабылдатамыз. Сонымен қатар науқаста жаңағы айттық қой, қорқыныш сезімі болатын болса, карбовол препаратын 40 тамшысын беруге ұсынылады. Осы препараттардан кейін науқастың жағдайын қараймыз. Науқастың артериалды гипертензиясының төмендеуі, сонымен қатар бас ауруы, бас айналуы, жүрек айнуы сияқты симптомдар басылу керек. Сонымен қатар ескеретін жағдай, егер науқаста жүрек тұсына ауырсынады, яғни стенокардияға шағым болса, онда нитроглицерин беру ұсынылады.